Алина, қара, мына суретте атам бата беріп отыр. Дана, бата дегеніміз не? Қазақ отбасындағы ерекше дәстүрдің бірі бата беру. Бата ізгі тілек түрінде айтылады. Менің атам ата сөзі дарып мол, Абылайдай алып бол, Шоқан сынды жарық бол, асыл туған Манастай, атың шықсын Алашқай деп бата береді. Керемет. Дана, осы батадағы жалқы есімдер бар екен. Жалқы есімдер дегеніміз не? Жалқы есім жеке заттың, құбылыстың атауы болатын сөз немесе сөз тіркесі. Жалқы есімдер бас әріппен жазылады. Адам аттары Нұрай, Нұржан, жер су аттары Алакөл, Атырау, батадағы Абылай, Шоқан, Манас жалпы есімдер. Жалпы есімдер заттар мен құбылысты жалпы атауы. Жалпы есімдер кіші әріппен жазылады. Мысалы, қонақтар ата, әже, бауыр, сыйлық, тағы да басқалары. Түсінікті. Көп рахмет, Алина.